істеп отырсыз? Меразим балам, мен ою өрнектерімен көрнекіліктер жасап отырмын. Қазір біртұтас тәрбие жобасы аясында қазақ ұлттық құндылықтары қатты қолданып жатыр екен. Осы құндылықтарды қолдау үшін біз Гапуровтар отбасымыз атынан кішкене болса да үлесімізді қоссақ деп едім. Мен де көмектесейін. Иә, әрине көмектесесің. Мені қарай қой балам. Мен мындай ою өрнектің түрлерін кескіндеп дайындап қойдым. Қазір біз осы кескіндерді, осы ою өрнектерді кесіп дайындап аламыз. Бұл ою өрнектерді жабыстырып шығамыз ыстық клеймен фетрге. Одан кейін барып екіге бөлеміз. Яғни бұны сен достарыңмен ойнасаң да болады, жаңа сыңарын тауып ойнауға болады. Келе ғой балам. Осы ою өрнек деген сөз бірге жазылғанмен латыншада орнамент деген ұғымды білдіреді екен. Бұл ою өрнек бізге сызу, жазу пайда болмай тұрып, пайда болған деп те атасақ та болады. Бұл ою өрнекті балам бізге қандай да бір ғалым ойлап тапқан емес. Бұны қарапайым өзіміздің халқымыз ойлап тапты. Біз осы елде, осы жерде тұрғандықтан біз де қазақ халқының құндылықтарын білуіміз шарт. Бұл ою өрнектің аты қандай? Гүл. Гүл, дұрыс. Сен достарыңмен осы ою өрнектерді апарып құрастырамыз. Бұл ою өрнектерді біз қазір кілемше жасауға болады. Ою өрнектерде негізі тек қана жаңағы кілемше ғана емес, ою өрнектерді сандықтан бетіне қолданамыз. Жаңағы өзіміздің ыдыс аяқтарға ою өрнектеуге болады. Сәндейміз ою өрнек. Негізі ою өрнек деген сөз бұл сәндеу деген, яғни әрлеу деген мағынаны береді бізге. Мына ою өрнектің атын айта қойшы, бала. Міне сыңарын тақтың ба? Айта қойшы, қандай ою өрнек мынау? Қозғалмыз. Өте дұрыс. Қоя ғой. Мына ою өрнектің түрі қандай? Айтшы. Мына оюымыз қалай еді? Қалай айтылады ою өрнек? Неге ұқсап тұр, айтшы? Мына ою өрнек бізде. Мынау қандай ою өрнек бізде? Күн. Күн, өте дұрыс. Осылай біз кілемше тігуге болады ою өрнектермен. Енді балам, бізде Астанада, яғни бас қаламыз Астана қаласында гүлдер гүлзары деген бар екен. Ол гүлдер гүлзарын жаңағы осы ою өрнектермен сәндеп, жаңағы ішін асықпен, гүлмен толтыруға болады. Көрдің ба? Біздің кілемшеміз осылай болады. Осылай сен де достарыңмен сыңарын табуға болады екен. Жүре ғой, мен саған тағы көрсете қойдым, қандай ою өрнектермен қалай әрлеуге болады. Жүре, кел балам, маған көмектесе қойшы. Қазір осы ою өрнектің ішінде осы гүлдермен толтырып шығамыз. Одан кейін тағы біздің осы қазақтың тағы бір ұлттық құндылығының бірі асық деп атаймыз. Яғни асық. Біздің асықты осы ою өрнекті сәндеуге қолдануға болады екен ғой. Сәндеуге болады.